Өгей ағам мені зорлаған көршінің ұлын итке талатты. Сырласу. Кейіпкердің әңгімесі. Жастайынан менің анамның соңынан бір жігіт қалмай жүрген. Бірақ анам ол жігітке қарамаған. Кейін анам басқа біреуге тұрмысқа шығады. Ол жігітте оны естіген соң өз жөнімен кетіп, ол да отбасылы болып кетеді. 8 жыл отау құрған анам мені құрсағында көтеріп жүрген кезде әкем анамды тастап кетеді. Анам болса сол жылдары жазылмас ауыр дертке шалдыққан еді. Аман-есен мені босанған соң көп ұзамай дүниеден өтті. Бұрын анамның соңынан ес-түссіз ғашық болған жан соны естіп мені асырап алады. Содан бастап мен асырандымын. Өгей әкемнің айтуы бойынша. Оны өскен кезде бірақ білдім. Қазір жасым 12-де. Менің өгей әке шешем мені мүлде шектеген емес. Және оларда жалғыз ұлы бар. Эко арқылы тудыртқан. Менен 8 жасқа үлкен. Дәурен есімді ақыл-есі кемдеу. Мен оны Дәукен деймін. Дәрігерлердің айтуы бойынша өгей әке шешем бала тудыруға жарамсыз. Осыдан кейін бұрын мен көрші қызға барып ойнап жүретінмін. Бір күні ол үйге барсам, үлкен ағасын көрдім. Менен үлкен. Ол алдап мені үйіне кіргізіп алды. Үйінде ешкім жоқ екен. Кейін мені күшпен зорлады. Өзімде киінген киімім жеңіл-желпі қысқа киініп жүретін едім. Ол кезде мен мүлде ойымда ештеңе болмаған соң, аңқаулықпен алданып қалдым. Ол бала мені зорлап болған соң ештеңе болмағандай жүрді. Мен шамалы уақытта есімнен танып жатып қалған едім. Кейін үйге бардым. Үйдегілерге білдіртпеуге тырыстым. 3 күндей тәбетім болмай, бөлмеден шықпауға тырыстым. Бірақ Дәурен деген ағам бір нәрсені сезгендей қасыма келіп сұрай берді. Неге сенің көңіл күйің жоқ деді. Менің асты үстіме түсіп, барлық ұнатқан тәттілерді дүкеннен сатып алып келді. Өтінді. Мен шыдамай айттым. Көрші бала не жасағанын айттым. Ол ағам ақыл-есі кем, екінші топ мүгедек. Ашуға батып, өз-өзін ұстай алмады. Көрші баланың бытшын шығарып ұрды. Өгей болса да ол мені өз туған қарындасындай көретін. Ақыл-есі кем болса да жүрегі елжіреген бала секілді болатын. Кейін таяқ жеген баланың әке-шешесі полиция шақыртып арыз жазды. Біз де оған қарсы арыз жаздық. Ол көрші бала кәмелет жасына толмаған соң психологтар өз бақылауына алды. Сот шешімі бойынша олар бізге үлкен сомадай айыппұл төледі. Бірақ ақшамен адамның жүрек жарасын емдей алмайды ғой. Соңғы күндері түнде шошып оянып, кіші дәретімді жіберіп қоятын болдым. Соны білген әке шешем Қасым ағамды қалдырмайтын болды. Бөлмемде де жалғыз ұйықтай алмайтын болдым. Дәукен аға екінші ағаш төсекте маған бас көз болып ұйықтайтын болды. Қайда барсам да қасымда жүретін. Менің көңіл күйімді көтеру үшін өгей әкем мен ағам бар қолынан келген жасады. Анам ондай көп еркелетпейді, сәл қаталдау. Қыз болған соң әрбір нәрсеге көрсе қызарлық болған соң ба. Саусағымның ұшымен көрсеткен нәрсемді алып беретін болды. Базарға барған сайын ұнатқан киім-кешегімді алып береді. Дәукен аға анам айтпай сатып алатын. Бар жайған терген зейнетақысына. Арасында жүк тасып ақша табатын. Ол кезде де қолына бір нәрсе ұстап әкелетін мен үшін. Арада 2 апта өтпей, Дәукен аға басқа тәсіл қолданып, көрші баланы итке талатқызған. 4-5 жерден тістеген қабаған иттер. Одан кейін мені зорлаған бала көшеге де шықпайтын болды. Осыны естіген соң бүкіл көршілер менен қаймығатын болды. Дәукен аға менен көз алмай қарап жүретін. Айына бір мәрте қой кезекке де ағамен баратын болдым. Осыған дейін өмір бармағам. Осы жағдай биыл көктем айында болды. Заң қызметкерлері ұзаққа созбай істі жапты. Түсінгенім, ақыл-есі дұрыс жігіттер біреудің жазықсыз қызының өміріне балта шабады. Құрметті қыздар, әйелдер қауымы, ешқашан жасырмаңыздар. Зорлық-зомбылықтың құрбаны болып шыдап жүрудің қажеті жоқ. Жарқанаттың хатынан.